Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Дәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы криминалистика кафедрасының оқытушысы, полиция аға лейтенанты Айтжанов Жасқанов Ерсайынұлы. Бүгінгі дәрістің тақырыбы криминалистикалық фотографияның жалпы ережелері. Дәріс барысында қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, жалпы фотография негіздері. Фотоға түсіру үрдісінің сатылары. Екінші, криминалистикалық фотография түсінігі, жүйесі, әдісі мен тәсілдері. Үшінші, тергеу әрекеттерін жүргізу барысында криминалистикалық фотографияны қолдану. Фотография дегеніміз грек тілінен аударғанда жарық жазу деген мағынаны білдіреді. Фотос, жарық, графо, жазу, жарықты жазамын. Фотоаппарат әртүрлі тетіктер мен механизмдерден тұратын жоғары дәлдікпен жұмыс жасайтын оптикалық, механикалық аспап болып саналады. Фотоаппарат негізінен екі бөліктен тұрады: корпус және объективтен. Негізгі тетіктер мен механизмдері. Бөтен жарықтан фотоматериалдарды қорғайтын, жарық бермейтін камера. Корпустан тұрады. Екінші, түсіруге тиісті объектінің айқын болуын қамтамасыз ететін фотографиялық объективтен тұрады. Үшінші, ысырмадан тұрады. Фотоға түсіру барысында объектив арқылы өтетін жарықтың мөлшерін реттейтін механизм. Төртінші, бейнелеуші, кадр шекарасын ажырататын тетігі. Сонымен қатар, келесідей тағы да тетіктерден тұрады: автоспусктан, фотоспышкадан, матрицадан, дисплейден, аккумулятордан, флеш-картадан тұрады. Фотоаппараттың негізгі тетіктерін келесі суреттен байқай аласыздар. Әрбір тетігі өзіндік бір қызметті атқарады. Бейнені алу кезінде әрбір тетіктің өзіндік жұмысы болады. Фотоға түсіру үрдісінің сатылары келесідей негізгі кезеңдерден тұрады. Бірінші, фотоаппаратты, объективті, фотоматериалдарды таңдау. Екінші, фотоаппараттың аккумуляторын зарядтау. Үшінші, жарықты таңдау. Табиғи немесе жасанды жарықты, немесе жанама немесе тікелей жарықты, немесе жарық беру құралдарын қолдана отырып объектілерді фотоға түсіру. Төртінші, ұсталымды анықтау, ара қашықтығын анықтау. Бесінші, айқындықтың қақ ортасын анықтау, фотоға түсірілетін объекттің нақты дәл ортасын көздеу. Алтыншы, фотоға түсіру үрдісі болып табылады. Криминалистикалық фотография дегеніміз криминалистикалық техниканың саласы бола, ғылыми ережелер жүйесін қамтыған және осы ережелерге негізделген қылмысты әшкерелеу мақсатында дәлелдемелерді бекітіп зерттеудегі фотографиялық құралдар, приемдар және әдістер жатады. Фотоға түсірудің негізгі әдістері келесі түрлерге бөлінеді. Панорамалық фотография. Көлемі бойынша бір кадрға сыймайтын объектілердің көрінісін алу мақсатында кейінірек фотоға түсірілген әрбір кадрды бір-біріне тігіп, жалпы панорама жасайтын фотоға түсірудің әдісі панорамалық әдісі болып табылады. Өз кезегінде панорамалық фотоға түсіру әдісі сызықтық және айналма панорама болып екі түрге бөлінеді. Айналма панорама дегеніміз бір нүктеден фотоаппаратты айналдыра отырып бірнеше кадр жасауды айтамыз. Фотоға түсіру кезінде бөлменің көрінісін алу мақсатында бір нүктеден тұра бөлменің ішін айналдыра отырып фотоға түсіру. Әрбір кадрдың алғашқы 15% алынып, келесі кадрдағы 15% қосылады. Сонымен қатар сызықтық панорама. Сызықтық панорама дегеніміз фотоға түсіретін объектілер тым ұзақ болған жағдайда, немесе олар өте жақын арақашықтықта орналған жағдайда
бір сызық бойымен жүре отырып фотоға түсірудің әдісін айтамыз. Кейінірек әрбір алынған кадр бір-біріне тігіліп, жалпы фотосуретті құрайды. Мысалы, қандай объектілерді фотоға түсірген жөн? Көп жағдайда ұзын, биік ғимараттарды және ұзын созылып жатқан гаражды массивтерді фотоға түсіру жүзеге асырылады. Стереофотография дегеніміз үш өлшемді көлемді фотобейнелерді алу әдісін айтамыз. Өлшемдік фотография дегеніміз фотосуреттегі объектілердің кеңістік сипаттамасын анықтайтын фотобейнелерді алуға бағытталған. Репродукциялық фотоға түсіру әдісі дегеніміз схемалар, фотосуреттер, чертеждар, солардың көшірмелерін алу мақсатында жарықты жанынан қолдана отырып объектілердің көшірмесін алу кезінде жүзеге асырылатын фотоға түсірудің әдісін айтамыз. Макрофотография микроскопсыз объектінің тура өзінде немесе аздап үлкейтілген суретін алу әдісін айтамыз. Сонымен қатар микрофотоға түсіру дегеніміз көлемі 2 мм-ден аспайтын объектілердің көшірмелерін алу мақсатында немесе ол объектілерді бекіту мақсатында жүзеге асырылатын фотоға түсірудің әдісін айтуға болады. Фотоға түсіру тәсілдері негізінен 4 топты құрайды. Бірінші, бағдарлап фотоға түсіру. Қоршаған ортаны немесе оқиға болған жерді қоршаған орта нысандарымен байланыстыра отырып, толық жан-жақты қамти отырып фотоға түсіруді жүзеге асырылады. Оқиға болған жерді бағдарлап түсіру суретінде қарауға жататын жер немесе құрылыс, оны қоршаған объектілер, келіп кету жолдары және сол жердің адыр-бұдырлары, бедерлері анық көрінуі керек. Суретке түсіру тергеушінің таңдауына қарай оқиға болған жерден жеткілікті арақашықтықта әртүрлі нүктелерде жүзеге асырылуы мүмкін. Шолу арқылы фотоға түсіру дегеніміз нақтылы оқиға болған жерді немесе қылмыс орнын қоршаған жағдайсыз түсіруді айтамыз. Бұның бағдарлап фотоға түсіруге айырмашылығы шолу кезінде нақты іске қатысы бар объектілер, үй-жай немесе заттар орналасқан мекен, немесе бөлме, немесе жол-көлік оқиғасы болған жердегі нақты объектілер орналасқан жерлері фотоға түсірілуі мүмкін. Бағдарлап фотоға түсіру кезінде криминалистикалық маңызы бар объекттер анық көрінуі керек. Сол себепті әр фотоға түсіретін объекті оң жағынан немесе сол жағынан жүзеге асырылуы тиіс. Сол себепті шолушылық пленның мақсаты түсірілетін объектіні туралы неғұрлым толық ой қалыптасу болғандықтан фотосуреттер бір-бірімен толықтыруы керек. Торапта фотоға түсіруге оқиға болған жердің қажетті жерлері мен бөлек заттары түсіндіруге жатады. Түсіру объектісін таңдау жасаған қылмыс сипатына қарай жүргізіліп, кейде бірнеше тораптар ажыратылуы мүмкін. Осылайша бөтен мүлікті ұрлау фактісі бойынша оқиға болған жердегі тораптап түсіру көмегімен қабырғадағы тесіктер, ашылған заттар орналасқан жердегі басқа да өзгерістердің барлығы суретке түсіріледі. Мысалы, тінту барысында заттардың жасырылған жерлері, тергеу эксперименті кезінде әрбір тергеу әрекетінің әрекеті жеке-жеке фотоға түсіріледі. Торапта фотоға түсіру тәсілі кезінде шолушылық түсіруге қарағанда әр объектілер жақынырақ іске қатысы бар деген заттай дәлелдемелердің бәрі жақынырақ фотоға түсіріледі. Егжей-тегжейлік фотоға түсіру қылмыс іздерін, объектілердің детальдарын үлкейтіп түсіруге қолданылады. Бұл кезде әр іске қатысы бар заттай дәлелдемелер, оның ішінде қол саусақ іздері, алақан іздері, қылмыстың қаруы болып табылатын объектілер, қылмыстың құралы болып табылатын заттар, аяқ киім іздері, барлық іске қатысы бар заттай дәлелдемелер масштабты сызғыштың көмегімен фотоға түсіріледі. Жеке-жекте нақты өлшеммен.